Екінші нәрсе, жек көретін жұмыспен айналысу. Бұны батыс психологтары да айтып келе жатыр. Бірақ осыған біреулер жауап айтады. Сен ұнатпайтын жұмыспенен айналысу дегенің қалай сонда? Мысалы, амал жоғынан істейсің ғой дейді. Мен одан басқа қолымнан келмейді. Амал жоғынан істеймін. Басқа өзімнің жақсы көретін ісімді істеймін десем істей алмаймын деген сияқты. Сіз маман адаммен отырып көріңізші осы сөзіңізді. Өміріңіз қайтып келмейтін өмір. Сол өміріңізді өзіңіз жек көретін жұмысқа арнағыңыз келе ме? Арзи ма сол? Сіздің осындай алтын басыңызды соған құрбандыққа жеккеніңіз арзымайды. Бірақ қалай жолды табамыз осы жерден десе, дін ғалымдар айтады. Әрбір істі Алланың хикметін ізде, әрбір істе. Әрбір іс істегенде оның нәтижесін күт дейді. Нәтижесіне қарай бағасын бер дейді. Оны психологтар да айтады. Сол нәтижесін қарап алсаңыз, ісіңіз сізге сүйікті болады. Сол нәтижеңіз, осы істі не үшін жасап жүрмін, осы жұмысты мен не істеймін, содан кейін қайтемін деген сияқты болса, бір. Екіншіден, мен ары қарай қалай қылсам дамимын деп бір орында тұрмағаныңыз абзалырақ болады. Онда да маман адаммен ақылдассаңыз, нұр үстіне нұр болар еді.